Құрметті мектеп бітіруші талапкерлер, еліміздегі іргелі оқу орындарының бірі сонау 1937 жылдан бастап ел мүддесі үшін аянбай қызмет етіп келе жатқан Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогика университеті Қара шаңырақтың құрылғанына биыл 83 толды. Осы жылдар ішінде Қара шаңырақ сан мыңдаған түлектерін ұшырып, еліміздің өсіп өркендеуі үшін өз үлестерін қосып келеді. Еліміздің білімі мен тәрбиесін арттыру жолында өз үлестерін қосып жүрген ұстаздарымыздың көбі біздің университетті бітіргенін естігенде бізде ерекше мақтаныш сезім бойымызды билеп, сол кісілермен мақтан жатамыз. Киелі Қара шаңырақ үлкен ғұламалардың ізі қалған оқу ордасы. Бүгінгі заман талабына сай жабдықталған бірде-бір оқу орындарының бірі. Ертеңгі күні жақсы маман болатын, бүгінгі студенттерді келешек өмірге алу мақсатында және де ғылыммен айналысуға деген қызығушылығын арттыру үшін Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінде барлық қажетті жағдайлар жасалған. Жаратылыс тану факультеті ұжымының толассыз еңбектерін айта кетуді жөн санаймыз. Қазіргі таңда заман талабына сай бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда. Химия кафедрасында студенттердің жоғары деңгейде білім алу үшін 4 химиялық зертханаларға қажетті қондырғылар мен 2 ғылыми әдістемелік кабинет әдістемелік құралдармен электрондық оқу құралдарымен жабдықталған. Қазіргі таңда 14 үш тілді топ және 2 ағылшын тобы магистратура, докторантура білім алушылар білім алуда. Химия, биология мамандығындағы студенттер барлық жерде сұраныс табуда. Киелі Қара шаңырақтың қасиеттілігінің арқасында көптеген мемлекеттің жастары келіп білім алуда. Сонымен қатар көптеген ғалымдар жан-жақтан келуде. Соның бірі мен өзім көптеген жылдар Астанадағы Гумилев атындағы ұлттық мемлекеттік университетінде қызмет атқардым. Енді міне Киелі Қара шаңыраққа келіп дәріс берудемін. Әрине мен үшін қазақ тарландарының ізі қалған Киелі Қара шаңырақта қызмет атқару мен үшін үлкен бақыт. Дорогие выпускники, вы стоите на пороге взрослой жизни, и перед вами огромная задача, как выбор профессии. Если вы выбрали профессию педагога, то я вас приглашаю в наш Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, который вам поможет достичь ваших целей. И хотелось бы немного рассказать о нашем университете. Это огромный плюс нашего университета в том, что он является государственным и полностью педагогическим. У нас очень сильный преподавательский состав. Если у вас есть желание учиться за рубежом или же в других городах, то можете отучиться по академической мобильности 1 семестр. Например, в Чехии. Многие задаются вопросом перед поступлением, где же жить, с кем жить. Насчет этого вы можете не переживать, потому что у нас имеется 5 общежитий, 3 из которых построены совсем недавно, со всеми условиями. Поэтому я вас приглашаю, уважаемые абитуриенты, в наш университет. Hello guys, how are you? Let me introduce myself. My full name is Pikeyeva Narila. I'm a third-year student of South Kazakhstan State Pedagogical University. I study in Geography faculty in chemistry profession. I'm happy studying at our university because our university is #1 pedagogical university in Shymkent city, and there are many good teachers who is aware of own profession. 2 months ago, I've been to Poland at the University of Lodz, and the Lodz University is located in Lodz city. Lodz city is the 3rd megapolis in Poland, as a Shymkent city in Kazakhstan. So being in Europe, in Poland, it was cool experience for me I have ever had. I think that in the future, Europe students will be interested by good education of our South Kazakhstan State Pedagogical University and will come to study as exchange students. So shortly, my dear school graduator, I highly recommend to choose and to study at our university, because at our university, many good abilities are looking forward to you. Thank you for your attention. See you soon at our university.
Құрметті мектеп бітіруші талапкерлер, ұстаз мамандығы мәңгі жасайтын мамандық. Сіздер таңдасаңыздар еш уақытта қателеспейсіздер. Біз сіздерді күтеміз. Сіздер үшін ашық есігіміз.